Ауылдағы адамдар ұйықтатпады ғой тегі. Мә, не шулап отыр, құрсын барып келейінші барып. Не болып отыр аяқта? Да, есік жоқ кетейін. Шулап ұйқы бермеді ғой, мә. Не болып отыр? Бәрі тыныш сияқты, ештеңе жоқ. Кімдер жүр? Ей, не? Жителдердің бәрі жиналып қапты. Не мынау? Анау не жап-жасыл? Халық қону. Так, түсінбедім. Жителдер, не болды? Неғып тұрсыңдар аяқта? Мико, көмектесші. Нақыл барлығымызды жинап ұрып, ауыл менікі деп жатыр. Қалай сонда ауыл оныкі? Түсінбедім. Халық, бұл ауыл біздікі. Боқмұрын, тыңда бері. Енді мына ауыл менікі. Бұл менің ауылым болады енді. Бұл ауыл біздікі, өзің боқмұрын. Түсіндің ба? Бұл ауыл біздікі. Қалай сонда сендердікі? Сен житель, жап аузыңды, жоғала аяққа. Ұрма жительдарды, ол осы ауылдың адамдары. Мына адамдарды да босат. Мына жительдардың барлығын босат. Қаншама жительді қамап қойғасын. Барлығын босат сен, халық. Житель артыш бұл. Ойбай. Сен сөз түсінбейсің ба? Ұрма дедім жительдарды. Короче, балапан, қара мені. Бұл енді менің ауылым. Түсіндің ба? Енді менікі ғана болады. Қалай сонда сенің ауылың? Давай енді битик. Разнарас шығасың ба менімен? Разнарас, екеуміз төбелесейік. Егер мен ұтсам, ауыл менікі болады. Ал егер сен ұтсаң, осы ауылды сен ала бер. Ха. Күлкімді келтірмеш. Сен менімен халықпен разнарас шығайын деп жатсың ба? Не болды, қорқып тұрсың ба? Күлкімді келтірмеш, қорқып тұрған жоқпын. Жарайды, магазиннің артына жарты сағаттан кейін кел. Сол жерде шешеміз, разнарас. Болды онда, келістік. Житель, не қарап тұрсың, жоғаш аяққа. Сен сөз түсінбейсің ба? Ұрма дедім адамдарды. Шешеміз жарты сағат соң, магазиннің артында. Шешеміз? Ха. Немен разнарас төбелесемін деді ғой. Ой, қорқақ, боқмұрын. Мына адамдарды босатпайын. Өзің босатып ал. Давай, братишка, давай. Жарты сағат соң, магазиннің артында. Ха. Босатып алам өзім. Қорқақ дейді ғой. Қараш, қанша айтсаң да жительді ұрып баратыр. Ой. Жительдар, қорықпаңдар. Қазір кілті жоқ екен. Сындыра салайыншы одан да. Қорықпаңдар. Ауылым үшін соңына дейін қырылсам. Мико, рахмет саған. Құрсын, қайта бірге. Қазір тағы келіп ұратын шығар. Қаштық. Бәріңе ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, өздерің көргендей, бүгін мен халықпен ауыл үшін, жительдер үшін төбелесетін боламын. Жарты сағаттан кейін магазин артында төбелесетін боламын. Сондықтан маған үйге барып, жестко тренировка жасау керек. Ендеше, кеттік. Так, құрсын үйге кірейік. Так, есік жауып қояйық. Кеттік достар, 10 рет ажымай жасап тастайық та еркекше. Так, 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. 7, 8, 9, 10. Болды ғой, 10 ажымайын самый главный жасап қойдық. Күшім көбейген сияқты, енді білмеймін енді. Көбейді ғой. Моя достар, ала. Арттан келе жатыр, мен магазин артындағы здания қой шақырды, ортаңға есікке кіре салайық. Шаршап кеттім ғой. Бір түрлі жер екен өзі. Құрсын. Қап-қараңғы туннель ма не мынау? Мен халықты көріп тұрмын, Ренко. Так. Келдің ба, боқмұрын? Мен сені келмей ма деп ойласам. Әрине келдім. Сенің быттың шығаруға. Тұр, Ренқа кірейін. Так. Дайынсың ба? Әрине дайынмын. 1, 2, 3. Давай, мен саған. Давай, өл, халық. Ауылым үшін, жерім үшін, соңына дейін. Өлме, халық. Мен сенің быттың шығарам. Өзі ғой, түсінің ба? Ол ауыл енді менікі болады. Ол жерге
үлкен ғимарат саламын. Мәссаған, қайда қашып бара жатырсың? Кім қашып баратыр? Мәссаған, кет бар, жоғал. Мәссаған, ол ауыл мен үшін өте бағалы. Мәссаған, халық, келме енді біздің ауылға, оңбаған. Бар, өзінің жерін тауп, рингтан шығар жерді, мешок. Айбай, қазір мәссаған, өлсен өзің, ол бәрібір менікі болады. A few moments later. Мәссаған, шарша кеттім. Айбай, мен де қатты шаршап кеттім. Мәссаған, халық, мәссаған, өлсем бір өзі өлмейтін біреу екесің. Жоқ! Өлтірдім. Жеңіс менде, ауыл менде қалады. Уху! Мінекей достар, ауыл менде, мен халықты жеңдім. Мінекей достар, мен өзімнің ауылым үшін, жерім үшін халықпен қырылысып, оны жеңдім. Егер осы видеоролик сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетейік. Сіздермен бірге болған мен Мико, аман, сау болыңыздар.